Басқа ұлт өкілдері арқылы кірме, дәстүр, ырым, тыйым деген дүниелер бұл бұрыннан болған, бола да береді. Мысалы, қыздың алдына ақ мата жайып, қалың шығарып салу. Бұл бізден келмеген, басқа ұлттан келген дүние. Торттың бетіне жаңағы шырақ қойып жағу біздің ұлттан келмеген, болмаған нәрсе. Бесік апару өзбек ұлтында болған, біздің қазақта болмаған нәрсе. Бұл енді араласу бағытында, ел мен елдің араласу бағытында кіріп кеткен. Бұдан бөлек басқыншылық және саяси бағытта кіргізілген ырым тыйымдар болады. Салт дәстүрлер де болуы мүмкін. Мысалы, соның біреуін ғана айтайық. Саяси бағытта кіргізілген ырым тыйымдардың біреуі төбеңнен қарға ұшса отыра қал деген балаларға арналған ырым. Міне осы нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық түскеннен кейін тоқтатты. Бұның барлығы Аллаға серік қосу екенін түсіндірді. Енді осыны алып алған кеңес үкіметінің зымиян саясатын жүргізушілер пайғамбарлары Мұхаммед тоқтатқан, тыйған нәрсені бұлардың балаларына жасатамыз деп, сол адасқан араб қауымының амал әрекеттерінің екінші сипатымен біздің арамызға кіргізді. Яғни төбеңнен қарға ұшса екі аласың отыр, алдыңнан қарамшық кесіп кетсе 3 рет айнал, 2 рет түкір деген нәрселерді жасатып қойды. Бұл саяси бағытта кірген.